Сіздерге Мұхаммед пайғамбардың алейхиссалату уәссәләм өмірінен оқиға айтып берейін. Бір күні ол жерде жатқан адамды көреді. Есімі оның Яж бин Тихфа. Ол ішпен төмен қарап жатыр екен. Пайғамбар жақын келіп, оны аяғымен ақырын түртеді. Жердегі адам көзін ашып қараған кезде пайғамбар алейхиссалам былай дейді: Алла осындай қалыпта жатқанды жек көреді. Көбіміз ішпен төмен қарап жатуды ұнатамыз. Бірақ ислам дінінде жерде жатудың өз әдебі бар. Мен бұрын Панама республикасында тренинг өткіздім. Ислам этикеті бойынша. Тренингте ұйықтар алдында қалай жату керектігін айтатынмын. Адамдар неге олай жатуға болмайды деп сұрағанда, менің оларға нақты жауабым болмады. Өзімнің білімім жетпегеннен былай деп жауап бергенмін. Мұхаммед пайғамбар біліп айтты: бұл бізге пайдалы. Алла тағала ішпен жатуымызды ұнатпайды, құптамайды. Уақыт өте мен Гаяна мемлекетіне сабақ беруге кеттім. Ұшақта отырып қолыма Time журналын алдым. Журналда жұлын мен омыртқа жайында жазыпты. Медицинаның бұл саладағы жеткен жетістіктері, оған қажет техниканың дамуы жайында ақпарат келтірілген екен. Омыртқа дискілері қалай зақымдалады, дискілердің қысылып қалуы, зақым келген жерлерін емдеу операциясы, оның рентген суреті көрсетілген екен. Мақала соңында докторлардан бізге арналған ақыл кеңес бар екен. Омыртқаңыз сау болу үшін не істеу керек? Ең бірінші кеңес: ішпен төмен қарап ұйықтауға болмайды. Ең бірінші кеңес осындай екен. Не үшін деген сұраққа докторлар былай жауап беріпті: адамның омыртқа сүйегі өте ауыр, салмағы бойынша денеңіздегі ең ауыр сүйек. Сіз ішіңізді төмен қаратып жатсаңыз, омыртқаға қарама-қарсы орналасқан өкпе, асқазан, ішек құрылысы басылып қалады. Бұл органдар жұмсақ ұлпалардан тұрады. Оның барлығы жұмсақ. Омыртқаңыз ішке қарай салбырап тұрғандықтан сіздің арқаңыз қисаяды. Көбінесе жасы үлкен адамдардан арқасы бүкірлерді көреміз. Міне себеп неде? Осыны журналда көрсетіпті. Машалла, есте сақтау керек екен. Аллаға шүкір, сол сәттен бастап сабақтарымда осыны ескертіп жүрдім. Және бұл ескерту адамдарға өз пайдасын тигізді. Елестетіп көріңізші, 1400 жыл бұрын медицина қандай дәрежеде болды? Мұсылмандарға пайғамбарымыз алейхиссалам бұлай жатпаңдар, Алла бұны жек көреді деген сөзінен кейін олар, яғни мұсылмандар, бұлай жатуды тоқтатты. Ішпен жатуды жақсы көрсете тоқтатты. Бұл білім адамзатқа міне 1400 жыл бойы пайдасын беруде. Ал білімге амал етпегендер өздеріне зиян тигізуде. Осы оқиғадан кейін мен мынандай ойға келдім: Алла қайтарған болмайды деген заттарға қалай қарау керек? Жауап: болмайды дегенді болмайды деп тану керек. Какай заттан аулақ болу керек, себебі бұл зиянды. 1989 жылдары ағылшын газетінде бір мақаланы оқыдым. Медицина ғалымдары 1-2-3 жасқа дейінгі кішкентай сәбилер шалдығатын ауруларды зерттеген екен. Өз төсегінде жатқан сәбилер кенеттен ұйқыда жатып қайтыс болған. Ғалымдар бұны бесіктегі өлім деп атады, немесе кенеттен сәбидің өлу синдромы. Атаулары әртүрлі. Өкініштісі, олар бұл аурудың себебін білмей бастары қатады. Медицина саласындағы ғалымдар жиналып статистикалық зерттеулер жүргізеді. Сәбилері қайтыс болғандарға арнайы сұрақтар қояды. Баласының тұрмысы жайында ақпарат жинайды. Қандай төсекте жатты, үй температурасы қандай болды деген сияқты әртүрлі ақпараттар жинайды. Бастарына келген барлық болжамдарды қарастырып шығады. Сәбилер ұйықтап жатқанда негізгі қауіп туғызған факторлардың барлығын зерттейді. Одан кейін зерттеушілер жинаған барлық ақпаратты компьютер арқылы базаға салып салыстыру жасайды. Сонымен не болды? Негізгі себеп: сәбилер төсектерінде ішпен жатқан екен. Жаңалықтардың алғашқы беттерінде осы зерттеуден кейін үлкен хабарландырулар жасалды. Докторлар ата-аналарды ескертуде: балаңызды ішіне жатқызбаңыздар.
Қорытынды: 1996 жылы 7 жылдан кейін мемлекет бойынша осы ақпарат барлығына жеткеннен кейін зерттеушілер бұл ақпаратты жас балалы отбасыларына толықтай түсіндіргеннен кейін барлық халыққа жария етіп, баланы ішке жатқызба деген ескертулер әбден айтылғаннан кейін, яғни 7 жылдан кейін сәбилердің қайтыс болу саны кәдімгідей азайды, шамамен 68%-ға дейін. Сонымен Аллаға шүкір, бұл ойланған адамға ескертумен дәлел. 1400 жыл бұрын бұл жағдайдың қаншалықты зиян екенін ешкім білмеген уақытта пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Құдайдың бұны жек көретінін қайдан білді? Ол өзінен өзі адамға қарап былай деді ме? Менің ойымша Құдай бұны жек көретін сияқты. Әрине олай емес. Жәбірейіл алейхиссалам келіп осыны айтқан еді. Ол бір адамның ішпен төмен қарап жатқанын көріп, пайғамбарға Алланың бұлай жатуды жек көретінін айтты. Одан кейін Алланың елшісі өзіне келген уахиді бізге жеткізді. Құрметті көрермен, Шүкір ТВ каналымызға жазылып, осы видеоға өз пікіріңізді қалдырыңыз. Лайк басуды ұмытпаңыз. Және де алдыңғы видеоны назарыңызға ұсынамыз.